Ассалаумағалейкум көрермендер, Yellowman Films арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақ тіліне аударылған топ 5 фэнтези жанрындағы дорамалар туралы айтатын боламыз. Бұл дорамаларды біздің ВКонтакте тобымыздан көре аласыздар. Видеоны бастамастан бұрын қазақ тілді арнаны қолдап, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоға лайк басуға ұмытпаңыз. Олай болса, видеоны бастайық. Видеомыздың 5-ші орнын Хваюги атты дарама иеленіп отыр. Бұл дарама 2017 жылы көрерменнің назарына ұсынылған болатын. Дарама 20 бөлімнен тұрады. Көрермендердің 91%-ына ұнаған. Дарама елесті көре алатын қыз желісінде басталады. Ол қызға елес шабуылдағанда оны бұқа әміршісі құтқарып қалады. Бұқалар әміршісі ол қыздың ерекше екенін түсініп, оған белгілі бір жердегі желпуішті әкеліп беруін сұрайды. Ол желпуішпен таудағы өртті сөндіретінін айтады. Қызға желпуішті алуға барғанда ол жерден маймылдар әміршісін көріп, оны кісеннен босатып алады. Құдайдың қаһарына ұшырап, ол қызға бір жаза беріледі. Оны сіздер дарама барысында көре аласыздар. Видеомыздың 4-ші орнын иеленіп отырған Гу әулетінің шежіресі дарамасы. Бұл дараманы мен 1-ші орынға қояр едім, алайда рейтингке байланысты айтып отқандықтан 4-ші орынға қойып отырмын. Бұл дарама 2013 жылы көрерменнің назарына ұсынылған болатын. Дарама 24 бөлімнен тұрады. Көрермендердің 94%-ына ұнаған. Гу Олеон есімді пері 1000 жыл бойы тауды қорғап келген. Перінің мақсаты адамға айналу болатын. Ол үшін Гу әулетінің шежірі кітабы керек болатын. Күндердің күнінде пері Юн Сохва есімді бойжеткенді кездестіреді. Юн Сохваның әкесіне жалған жала жабылып, інісімен екеуі кесендер үйіне кетеді. Ол жерден қашып шыққан Юн Сохваны Олеон құтқарып алады. Олеон мен Сохва бірге болады. Алайда Сохваның артынан келген қуғыншылар Сохваға Олеонның шынайы бейнесін көрсетеді. Сол уақытта Сохва Олеоннан қорқып терісін айналады. Олеон 1000 жылдық періге айналып қаза табады. Орталарында Чве Канчи атты бала қалады. Алайда оның жартылай пері екенін ешкім де білмейді. Чве Канчи Дам Югул атты қызды кездестіреді. Ары қарай айтсақ, кино қызық емес болып қалар. Сондықтан біздің ВКонтакте желімізден тамашалай аласыздар. Топ 3-ке де келіп жеттік. Алдымен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоға лайк басып, дорама көретін достарымызға таратамыз. Видеомыздың 3-ші орнында Әзәзіл дарамасы. Бұл дарама 2016 жылы көрерменнің назарына ұсынылған болатын. Дарама 16 бөлімнен тұрады. Көрермендердің 94%-ына ұнаған. Дарама желісі ежелгі Чосон дәуіріндегі қолбасшы жайлы басталады. Қолбасшыны хан көре алмай, оны өлтіртеді. Қолбасшы өлмей, қайта тіріліп Әзәзілге айналады. Әзәзіл 21-ші ғасырға дейін өмір сүреді. Оның ендігі өлу үшін оның әйелі жүрегіне соғылған қылышты суыруы керек. Дже Ынтак деген қыз елестерді көре алады. Елестер оған Әзәзілдің әйелі екенін айтады, бірақ оның жанын ажал періштесі алуы қажет. Ажал періштесі оның жанын ала алар ма екен? Ары қарай дорамадан көре аласыздар. Видеомыздың 2-ші орнын иеленіп отырған Көк теңіз туралы аңыз дарамасы. Бұл дарама 2016 жылы көрерменнің назарына ұсынылған болатын. Дарама 20 сериядан тұрады. Көрермендердің 95%-ына ұнаған. Корея провинциясында 1598 жылы қатты дауыл болып, су перісі жағаға шығып қалады. Оны бір ақсүйек тауып алады. Ақсүйек тауып алып, оны өзінің бас пайдасына пайдаланғысы келеді. Алайда ол періні жаңа болыс басшысы суға жібереді. 4 ғасыр өткеннен кейін болыс басшысының реинкарнациясы болып Жунже деген жігіт өмір сүреді. Ол сиқырдың көмегімен адамдарды алдап, ақша тауып жүреді. Ол Испанияға барғанда жалданған вилласынан бір түрлі қызды кездестіреді. Ол қыз үйін шашып тастаған. Сол ісі үшін ол қызды жергілікті полицейлерге тапсырайды. Алайда ол қыздың қолындағы көне жәдігердің бағасы 6 миллиард вон тұратынын біледі. Сол кезде жігіт жаңағы қызды құтқарып қалады. Көптен күткен 1-ші орынға да жеттік. Видеомыздың 1-ші орнында Кумихо туралы аңыз дарамасы иеленіп отыр. Бұл дарама 2020 жылы көрерменнің назарына ұсынылған болатын. Дарама 16 бөлімнен тұрады. Көрермендердің 95%-ына ұнаған. Бұл дараманы өз басым көрмедім. Қысқаша сюжетін айта кетейін. Бұл дарамада басты рөлде Ли Дон Ук, Чо Бо А, Ким Сан Бом атты актерлар ойнайды. Ли Дон Ук Кумихо 9 құйрықты болып ойнайды.
ол осы әлем мен басқа әлемнің арасындағы тыныштықты орнатушы болады. Ол Нам Джа атты сұлу қызбен танысады. Ол телешоу жүргізушісі болады, ал Ким Сан Бом жағымсыз кейіпкердің рөлін ойнайды. Бар білерім осы. Қалғанын дорамадан көре аласыздар. Осымен дорамаларымыз аяқталды. Тағы да айтам, қазақ тілді арнаны қолдап, каналға тіркеліп, қоңырау шоу мен видеоға лайк басайық. Осымен видео аяқталды. Осы дорамалардың біреуін көрсеңіздер, комментарияға жаза кетейік. Келесіде қандай дорамалар күтесіздер? Сіздермен болған Йоломон фильміміз. Келесі кездескенше.